Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда пияздан жасалатын қаттама нанның рецептінен бөлісетін боламын. 250 грамм жылы суға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы және 2-3 ас қасық сұйық майды қосып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Еліктен өткізілген 500 грамм ұнымызға осы қоспамызды араластырып, орташа жұмсақтықтағы қамырымызды жақсылап үйі қанғанша елейтін боламыз. Қамырдың бетін жауып тындырып қоямыз. Енді ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Ортасына салатын салмасын қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Осылай ас көкті, көк пиязды турап, не болмаса тек пияздың өзін ғана жұқалап турап салсаңыздар да өте дәмді шығады. Тек пиязды ғана турап, тұз бен бұрышты қосып араластырып жасасаңыздар да болады. Алдымен пиязымызды бөлек ыдысқа салып, тұзын және бұрышын қосып, жақсылап қолмен езіп аламыз. Пиязды езіп алған соң, қалған көк пиязымызды қосып, араластырып, осымен біздің салмамыз дайын. Қаттама нанның жасалу жолы өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай, қамырдың ашуын күтудің қажеті жоқ. Ашытпай-ақ жасай берсеңіздер де өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қамырды екіге бөліп, осылай видеода көрсетілгендей өте жұқа қылып жая береміз. Қамырды жұқалап жайып болған соң, енді бетіне сары майды ерітіп, барлық жеріне толықтай жағып шығамыз. Сары майды жағып болған соң, енді ортасына салатын салмамызды толықтай сүйіп шығатын боламыз. Салмасын салып болған соң, енді қамырды видеода көрсетілгендей шетінен бастап орап, осылай орама жасайтын боламыз. Қаттама нанның көлемін қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Мен осылай екіге бөліп, жұқа етіп жасадым. Қаттама нанды орап болған соң, осылай қолдың ұшымен жұқартып алатын боламыз. Нанның беті қызарып, әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қаттама нанның бетіне қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Дайын болған қаттама нанды қызып тұрған 200 градус пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Осымен қаттама нанымыз дайын. Дәмі өте керемет және тойымды ас. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз.